Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай дайындалатын түрік пидесі рецептін ұсынамын. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранды ыдысқа құйып, оған қант, тұз, ерітілген сары май мен ашытқы қосып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластыру керек. Келесі ұнды елеуіштен елеп қосамыз. Ал қазір жұмсақ және қолға жабыспайтын қамыр елейміз. Қамыр мінекей осындай болып шығу керек. Ал енді бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қоямыз. Ал ол уақытта салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған табаға сұйық май құйып, тартылған етті орташа отта қуырып аламыз. Кейін 4 бұрыштап майдалап туралған пияз қосып, тағы кішкене қуыру керек. Одан соң дәл солай туралған болгар бұрышын салып, кішкене қуырып, қақпағын жауып, 2-3 минуттай бұқтырамыз. Тым ұзақ бұқтырудың қажеті жоқ. Ең соңында майдалап туралған қызанақ, тұз, қара бұрыш және кориандр қосып, барлығын араластырамыз. Қақпағын жауып, тағы 2-3 минут бұқтырамыз. Осымен пиденің салмасы дайын, оны міндетті түрде суыту қажет. Қамырда көріп тұрғандарыңыздай көтерілді, оны қазір 2-ге бөліп, әрқайсысын домалатып аламыз. Енді жұмыс істейтін орынға кішкене ұн шашып, қамырдың формасын сопақтау, ал қалыңдығын орташа етіп жаямыз. Жайылған қамырды бірден силикон коврикке немесе пергамент қағазына аударған дұрыс. Ал қазір қамырдың шеттерін мінекей осылайша түйіп шығамыз. Енді ортасына суыған салмадан салу керек. Шеттеріне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Пидені алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Мінекей достар, пиде дайын болды. Салмасы мол, қамыры да керемет, өте дәмді және тойымды тағам. Рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.